Assalamualaikum құрметті көрермендер, сіздерге мен Мұхаммед Әлдеков. Достар, барлықтарыңызға ойын ұнатамыз, дұрыс па? Біреулерге шутер ұнайды, біреулерге MMORPG ұнайды, біреулерге стратегия ұнайды, біреулерге ашық аниме бар жанр ойындар ұнайды. Жалпы өзіме достар ашық аниме бар жанр ойындар өте қатты ұнайды. Майнкрафт, типа Free Fire, типа GTA сондай ойындар достар. Енді түсініп тұрғандарыңыздар, бүгінгі видеода мен туралы 5 сүйікті ойын дейтін боласыздар. Мен сіздерге бүгін өзімнің 5 сүйікті ойынымды айтып беретін боламын. Видеоны көрместен бұрын лайк басамыз и арнаға жазыламыз. Ал біз мына видеомызды бастайық. Бірінші орынға достар мен Майнкрафтты қоямын деп шештім. Иә достар, Майнкрафтты айтпасам да болады шығар. Бұл ойын өте легенда ойындардың бірі. Достар, бұл ойында неше түрлі мүмкіндік бар. Сен мысалы Майнкрафтта не салғың келеді, соны саласың, потом қала саласың, өзің мемлекетіңді құрасың, мод еще бітпейтін мод бар достар, бітпейтін серверлер, бітпейтін карталар. Короче достар, бұл ойынды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бұл ойынды айтып та керек емес шығар. Иә, өйткені бәрін айтатын болсам 1 сағаттай өте суып кетеді. Иә достар, екінші орынға достар мен Free Fire'ды қояйын деп шештім. Иә достар, Free Fire өте керемет ойын менің ойымша. Егер маған өте осы Free Fire деген ойын өте қатты ұнайды. Бұл ойында неше түрлі оружиялар бар, скиндер бар, еще андай обновлениялар бар, топ 1 алуға бар. Короче достар, басына хэт кетіре аласың. Короче достар, бұл ойынды қайтып айтайын қызығын достар, бірақ өте өзіме өте қатты ұнайды. Сол үшін достар, екінші орынға мен осы Free Fire ойынын қояйын деп шештім. Үшінші орынға достар мен өзімнің любимый ойынымды қойып кетті. Бұл GTA San Andreas. Иә достар, мен шынымды айтайын да, бұл GTA San Andreas ойынын балалық шағымнан бастап ойнап келдім. Так 6 жасымнан ба ойнап келдім достар. Шын айтайын, осы GTA San Andreas ойыннан өте қатты ұнайды достар. Бұл ойында қолайлы, еще любой затың істей аласың, еще миссия бар, сюжет бар. Короче, машина аласың, көлік, короче, үй бар достар, өзің өміріңді жасасаң болады. Короче достар, GTA San Andreas'ты айтпасам да болады, қандай жақсы көретінімді. Сол үшін достар, мен өзімнің 3-ші орынға GTA San Andreas'ты қояйын деп шештім. 4-ші орынға достар мен GTA 5 ойынын қойып келіп тұр достар. Иә, GTA 5 өте керемет ойындардың бірі. Яғни бұл ойында анимациясы керемет, графикасы. Короче, мен өзімнің 4-ші орынға GTA 5 ойынын қойып келіп тұр достар. Ал достар, онда бүгінгі видео ұнаған болса лайк басамыз да арнамызға жазылайық достар. Арнамызда уже 37 подписчик, 40 подписчик кішкене қалды достар. Давайте 40 подписчикке жетесіздер. Осы видеоға да лайктарыңызды басыңдар да и комментарийға жазып кетіңіздер өз ойларыңызды. Ал мына видео давайте пока достар, салон келесі видеоға келгенше. Давайте.